әйтеуір білмеймін. 40 күн өткеннен кейін жаңағы еске салатын толғақты сөйтіп толғап жүре беретін сияқтымыз ғой. Сондай бар дейді. Мен оны просто қуғым ұрып тұрма. Что-то деп қоямын ғой еще. Мән бермей жүрсем, сөйтсем ол қайта толғақ деп айтады екен. Естімеген елде көп дейді. Айлараның кезінде ерте болғандай жас кезде босанғасын ба, қысылғанды болып, или ол кезде құрсын разрыв болып, астым тігіліп жатырды ғой кәдімгідей. Ол кезде қайта толғақпен шаруам болған жоқ. Бұтыма сия алмай жүрген адам болдым ол кезде. Мән бермеген болып тұрмын ғой. Мынасында енді бәрі жеңіл болғасын, қуғым бір түрлі болады. Сөйтсе айтады, қайтар толғақ болады деп. Түрін естідіге әйел адамға бүкіл ауыртпашылықты беріп қойған ғой. 40 жанды деп бекер айтпаған, иә? Ішпен ұйықтауды сағынып қалмапсыз ба дейді. Кеше босанғаннан кейін де қорқып жүрмін ғой ішпен жатуға да, как будто андай чувство андай болды ана пойызға, мысалға Алматыдан Ақтауға дейін пойызға 3 күн мініп келген кезде селкілдеп келгеннен, пойыздан түскеннен кейін үйде де бүйтіп әлі пойызда жүргенде селкілдеп жүресің ғой. Сондай сияқты да, мен кеше босанғаннан кейін әлі как будто ішінде бала бар сияқты, жатуға болмайды сияқты да, ішпен де бүйтіп қапталдап жатып, кішкене аккуратно қимылдап сөйтіп жүрмін да. Енді 9 ай бойына сөйтіп үйреніп қалғасын да. Сосын есіме түсіп кетеді, мен неге ішпен жатпай жатырмын деп. Сонымен ішпен жатып қалсам, рахатнай деп, өмір деген осы емес пе деп. Кайф. Мен негізі постоянно ішпен ұйықтайтын едім. Бұрыннан бері қарайтындар білесіңдер ғой, ішпен жатқан жақсы көретінмін да. Кеше жатып деген дедім ғой кәдімгідей. Өмірімде бар ғой кәдімгідей ішпен жатқан қуанамын деп ойлаған жоқпын. Біреулер емшегін тірейді дейді, бізде бейшара тірейтін емшегі жоқ, так что ішпен жатқанда кайф болдым. Походу астына деген жаңа неге тамақ әкелетін жерге салтанат блогерге деп әкеліп тастап жатыр ғой деймін. Мына уже палатамның іші деген иістеніп кетіп жатыр тамақтан. Оның бәрін сағат сайын тамақ жеп жатқан мен жоқ қой. Хадингтің іші де толып тұр. Хадингтің іші толып қалғасынан үстіне қойып едім. Енді ол иістеніп, өтініш тамақ әкелмеңіздер. Туыстар, достар, жақындар тамақ әкелмей қойыңыздар. Керек болса өзім айтамын, пока мен осы роддомның молочный тамақтарын жеп жатырмын, чтобы сүт шығу үшін, андай қою тамақ емес, барынша сорпасымен, мынау манный каша ма, рисовый каша ма, соны жеп жатырмын. Мана ұйқыдан тұрсам, айтпай 3 пакет тамақ келіп тұр ғой. Оның бәрі ашып, мына жерде деген босқа қалып кетейін деп тұрды, ысырапты. Холодильниктің түрі мына құтақандай, оның ішіне бәрі сыймайды, лық толы уже. Қазір апаны шақырып құрсын, апа алып кетпесең мына тамақтар оғал болып жатыр деп жатырмын. Ой, особый ақылдылар-ай. Жаңа сториске комментарий жазатқандарды айтамын да. Санитаркалар мен медсестраларға итак беріп жібердім. Пакет деп беріп жібердім уже деген. Пакет деп беріп жіберген сайын үстіне келіп жатыр ғой. Так что әкелмеңіздер, босқа ысырап болады, тамаққа да оғал ол деген қайта-қайта. Роддомның тамағын жеп жатырмын, мен жеркемеймін мұндай нелерге, тамақтарға. Кәдімгі беріп отырған өздерінің тамақтары, дәмдері жақсы. Почему-то көп тамақтардан тусын сезбейтін болған ба, бәрі маған тузсыз құсап көрініп жатыр. Или мне так кажется ма? Құрсын, ютубта белый шум дейтін зат бар деп айтпайсыңдар ма, құрсын баланы тыныштандыратын. Құлағым деген барабан жарлайын деді, ащы кәдім жылаған даусына деген мама. Кешелі бері жылап жатыр, сағат сайын жылайды. Мен оны историяға түсіріп, деп отқанымда не істемеймін ғой, видеоға алмаймын ғой. Сағат сайын ащы дауыс құлағымда қалып қойған ғой. Құлағым шыңдап кетті кәдімгідей. Белый шум дейтін бірдеңе бар екен ютубта. Соны қосып қойып едім. Ойбай, тынышталды құдайым. Құлағымның рахатын көріп жатырмын. Әйтпесе мейіз болып кеттім бар ғой. Мама. Кеше босанғаннан кейін өздерің бай-бай естіп қалдыңдар ғой, жылағанында. Мамышки, түнде шошып кете берем ғой, ащы дауыстан енді үйреншіксіз болмаған. Белый шум қосып қойып, тып-тыныш жата қалды әлемі. Ал, доброе утро всем. Түнімен балам екінші этажды көшірді. Санитарка апа мен медсестра екеуі кезекпен кезек қарап ұйықтап алдым мен. Тұрып алып, шай ішіп, тамақ жеп отқаным бар. Завтрак. Таңертең сірә давление өлшейміз, бірдеңе өлшейміз деп оятады ғой. Енді қазір обход. Өмір ерте тұрмайтын алтанады. Ерте тұрып. Бүгін шыдап тастасам болды. Кәмішім сыққытты, адам көрмей.
өмір адамдарға видео звонок звондамайтын мен бәріне WhatsApp'тың берекетін алып видео звонок звондап. Мен айттым ғой сендерге, ондай видео түсірмеймін деп. Шариктің үстінде ырсылдап, секіріп, кытыгыда деп атқан вообще түсірмеймін дедім. Ішке маймыл кіргізіп, бұттан шығып атқан түсіріп, 9 ай 10 күн толғайды деп салмайым деп айттым ғой сразу басынан. Босанғаннан кейін просто босандым деп видеоны бүйтіп салып шығарам дедім. А так